Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Асылай. Бүгін сіздермен өте дәмді, сочный котлет дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Котлет дайындау үшін бізге фарш керек және де бөлке нанның осындай 2 бөлігін үстіне су құйып жібітіп аламыз. Суын қатты сықпай, фаршын үстіне саламыз. 2 жұмыртқа саламыз. Пияз бен сарымсақты майдалап турап алып, блендермен жақсылап тұрып еземіз. Езілген қоспаны салмамызға саламыз. Дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш және де өзіңіздің қалауыңызша дәмдеуіштер саламыз. Жақсылап тұрып қолымызбен араластырамыз. Видеода көрсетілгендей бірнеше рет қатты ұрамыз. Барлығын бірдей формаға келтіріп дайындап шығамыз. Қатты қызып тұрған отта қызарғанша қуырамыз. Подливіне пияз, перец, қызанақты салып қуырамыз. Азғантай тұз, ұнды салып тағы да араластырамыз. Үстіне су құямыз, тағы да араластырамыз. Котлетімізді салып бұқтыруға қоямыз. Менің рецептіммен дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.